беремін. Жаным болмаса папасы деп айтады. Кім өзінің әйелін даусын таниды, сразу артқа қарасын. Даусын танымаған еркек, значит, біреу бар деген сөз. Опа. Соч. Жаным. Шабыл, молодец. Арғырап тұрайық, арғырап. Жаным. Мамасына қарағанда қарап отырайық. Жаным. Уай! Өскен жебек, вообще жараспайды. Арғырап тұрайық. Ақ етті. Жаным. Құрылған жоқ. Жаным. Молодец, красавчик. Арғырап тұрайық. Ешкім айтпасын, арғырап тұрайық. Мен айтқаны ең қарамадым ғой, арғырап тұрайық. Ал, тағы бір. Жаным. Красавчик, арғырап тұрайық. Ал. Жаным. Ұятсыз. Арғырап тұрайық. Көрейік енді. Жаным деп айтыңызшы. Жаным. Ал көрейік. Жаным. Біреу танымайды ма? Ал бір көрейік. Көрейік. Айтып біріңіз, десі бар. Ал, жаным айтыңызшы. Жаным. Шелейін. Оған қарап жүрмеңдер әйел. 4-5 елден ойлап тұрып. Ап, қараған ерге қарап тұрады. Танма. Жаным. Әй, красавчик. Жаным. Братан. Қатты шағырып жатыр ғой. Қораға кірдің. Ет көрейік. Жаным. Что-то жаным ойлап қалды. Кетті. Жаным. Қараса, мен сізге 3 мүмкіндік берем аға. Қайсысы өзіңіздің келіншегіңіз, өзіңіз тауып көріңіз. Келіншегіңізге 3-ші мүмкіндік берем. Жаным. Осман? Ал кет көрейік. Жаным. Бұл да емес пе? Жаным. Ой, ал кетті. Жаным. Красавчиктар, осылай қарап тұра беріңіздер. Енді әйелдер арғырасын. Қыздар, келіншектер арғырасын. Көрмейік енді. Сіздер енді жаным, мамасы деп сызылмайсыздар. Сіздер, мысалы, бір жаққа баратын болса, кімнің арқасында? Келіншектердің арқасында кешіп шығамыз, дұрыс па? Оған ашуланып кеткен еркек не дейді? Бош еді, айқайлаймыз, дұрыс па? Бош еді, көрейік. Кім даусын? Кім әйелін қаратады екен, көрейік. Босайды. Ойбай. Өйді. Не? Дайындалғатып қой деп қарады кәдімгі. Арғырап тұрайық. Арғырап тұрайық. Кет. Бош еді, кәдімгі. Еркекше дауыс шығарайық. Бош еді. Вообще признавать не. Бош еді. Ой, красавец. Молодец. Арғырап тұрайық. Ал көрейік. Бош еді. Бош еді. Арғырап тұрайық. Ал кетті. Болсай. Жаным екеуің айқайламай да қарсыңдар. Бош еді. Айқайлап та өттім де екеуің. Ал көрейік. Бош еді. Көрейік. Осы нешісінде кішкентайлардан шығады, не болса да. Бош еді. Арғырап тұрайық. Ал көрейік. Бош еді. Ой, вообще, астын дегенде күшті. Әпше, шабыла ұрып қояқшы әпшеме, вообще, ерекше. Қарап тұра беріңіз, әпке, қарап тұра беріңіз. Болшы. Класстастары, немене беріп, ешқайсы айғайлаймын.
Bolca. O. Bolsaymış. Ana, o'zi jaydan to'q aytmadim ja. Bo'lsangizchi deb qoldi. Prezident qattiq aytib qo'ydi-da, xatni ko'zmen jingit. Ko'ring, endi qaysini topadi ekan, qaysini tanlaydi ko'ring. Bolca. Sindire qarab, nima to'qmoq degan. El birovning qahri bo'lmaydi, urmatma. Get ko'ring. Bo'sha deb aytdim. Bo'sha. Sen qahri jo'q bo'lgan kishi chiqmadimi? Bu aytgan ham biladi-ku. Bo'lsa. Bo'lishchi deb jannatisiz. Endi kelajagimiz bor. Har kunlik o'zimizdan bir yaxshi ishimiz, avvalcha ko'zben tushuntirib, kelajagimizga o'sha qalin ko'pchilikning oldida bildirib ketsak bo'ladi. Qanday har yurgan qadamimizda jonim, kunim, oyim, balafon, mag'avat bari o'zingiz bilasiz. Ne aytsangiz ketdik. Jonim, kunim, oyim, erkim, suluğum, aqlim. Çabuk. Cübürlü Yalnız özümüzden. Keleceğimiz. Allah, şadalı. Anam. Hey. Banan sen koyunca da basarsın. Canım sayın. Beşi dalış koyun oldu. Жануарларға теңейік. Ыдыстарға теңесек болады. Ыдыстардың атын айтып жүрсеңіз болады. Машинаның запчастарын айтып жүрсеңіз болады. Өзіңіз білесіз. Стаканым, килайым, ыдысым, стаканым, баклажка içinde suyum, вилка. Ой, вилка рахмет, жамаға бір қоя. Енді біз сіздердің ортада шақырған себебіміз Құдай қаласа, әрбіріміздің шақырғанымызда осылай той болсын. Сол жиындарға осы класстастар барлығымыз жиылып бара берейік. Осы керемет кештің рухы сіздермен бірге ілесіп барып үйлеріңізде дәл осындай той қуаныш көп болсын деп шақырдық. Шақырда бір қояйық. Мәңгі бақытты болыңыздар, мәңгі бақытты ғұмыр кешіңіздер, өсіріп жатқан ұл қыздарымыздың бәріңіз бірге қызығын көріңіздер. Үлкен рахмет, отырып жайғасып қойсақ болады. Сол жұлдыздарымызды қайсысы кім екенін тапқан адамға призеріміз бар. Енді олар телевизорда көріп жүрген жұлдыздар келеді қазір алдарыңызға. Ал кеттік, біздің Қазақстан эстрадасының жарық жұлдыздары қарсы алыңыздар. Әлләтті мовет деп көрінмеңіз. Ома, осы оқ көрмейміз ба? Қатындардан ең бар, класстастарға кезейді. Әне, қыздарға келді. Рахмет. Мына өз сондайға жақын жағы бар екен, Алекс. Бұны сондай қыздарға жабысады. Көрейік, енді әне айтамыз ба? Әне де. Қайсысы кім? Мынау кім? Кім табады? Ермахан. Кім жоқ соны айтпасынан, міне ағызды. Мынау қайсысы? Бәрі класстас, үшеуі де класстас. Бірінші мынаны зебра мәл болар да? Зебра кім? Майкі киіп апты бірақ. Кім? Әне, өзінің жүрісімен жүріп атыр, өмірі ішіп жүреді. Той бар. Қайсысы? Дәулет. Бір вариант Дәулет. Тағы қандай варианттар бар? Кім? Аппақ? Әбдімәлік. Екінші вариант. Апайлар кімді ойлайсыздар? Апайлар. Дәулет. Арыстан ба? Ермахан ба? Ермахан.
Ермахан ба бұл? Бәріміз Ермахан дейміз ба? Ермахан дегендер қол көтерсінші. Қазір Арыстанның маскасы жежеміз. Бәріміз со тура кинода, тура телевизордегідей маска, маска. Бәріміз дауысшылар қоя. Маска. Ал Арыстан көреген, арт қарап ашатын бар еді ғой масканы. Ашамаш мı? Kim konuşuyor mu? Ha, kömekçiler var ya ama oy. Move! Tapkan adamına sıyılık var. Oy şapıra. Ha, kok kostümde bir adam doldurursa keniz adam. Sizge sıyılığımız var. Ya maskın tapkanlarına sıyılık var. Әдемі сыйлығымыз біздің осындағы ұйымдастырушы жігіттердің атынан дәу машина шабыла тұрып қояйық. Алла разы болсын, бақытты болыңыз. Той жұмысы болсын. Ал ерімді Зебран табайық. Ермахан деп атады, ол емес. Дәулет. Дәулет па? Ермахан деп сіз айтыңыз ба? Берші білем. Рахмет. Ермахан деп сіз айтыпсыз ғой, мен білмей қаппын. Өтәте. Қате мен бір. Дәулет. Зебран. Көккөзсіз болды. Қатыспайсыз, басқа. Қыздарда. Тапсында қыздар. Кім? Дәулет. Бәрі Дәулет деп атады. Бәрі Дәулет дейді. Көрейік. Сыйлық дайын қоя. Маска! Көрейік бісміллә. Кім бұл? Бұл Архина! Дәулет. Келіңіз, әпке. Әпкем кесінші мен. Жақсы сыйлық қайда. Әпке мұнан сізге әрқашан дәл осылай құлпырып, жадырап, жайнап жүре беріңіз. Мәңгі бақытты болыңыз. Мынау кім? Әбдімәлік. Білектен ба? Қадай отпадыңыз ба? Үш ертім. Кім? Әбдімәлік. Абай кім? Әбдімәлік деп атынан бәрі. Әбдімәлік, Апай. Көктегі Апай айтты. Әбдімәлік өзі маскасы шешті. Жабыла бұрып қояды. Маска! Осы жүрген бері не? Фаши көрмелі. Тапқан адамға мені сыйлық шабыла бұрып қояды. Немелеріңіз орналды. Құдай қаласа сол немелеріңізге алып беріңіз. Немелеріңіздің қызығын көріңіз. Апайымыз өстіп шабыла бұрып қояды апайымызға. Алла өмір жасын ұзақсын. Енді жаңа ойынға қатысқан қонақтардың құрметіне Әбдімәлік танисың ба деп тұрыш. Таниды. Сабақ беремін осы өксін. Мен енді ортаға жалпы келіншектер шақырайын, келіңіздер. Осында отырған жігіттердің өмірлік серіктері, өмірлік жарлары, менің алтындай асыл жеңгелерім ортаға келсінші. Жібер музыка, ортаға билеп шығайын. Күрсінде талайды, ажарын арайды, әмірін жүрмеген жүрегім қалайды. Құрметті келіншектер, мына жерде, осы жерде, осы отырған залда, осы жерде сіздердің күйлеріңізден, сіздердің өмірлік жарларыңыздан үлкені бар, кішісі бар, одан кейін осы өмірлік достары бар, осы жерде жалпы класстастары бар, күйеу балдары бар, осы мектептің ұстаздары бар. Ұстаз апайларға екі сәлем. Бірдей сәсен қашын ағындыры. Әрқайсысы. Енелеріне бөлек тұрасындар. Жақын тұрайық бәріміз. Ал апайларымызға қос сәлем. Екеуі точно енесімен тұрмайды бұлар. Бөлек тұратын болсам тұрады. Ал енді осы жерде ұстаз бен алтын ағайларымызға қос сәлем. Рахмет. Қатындар ішінен боқтап атыр жұмені. Енді осы жерде міне күйеу балаларға қос сәлем. Ойпа.
Ne деген сәлем. Осында отырған міне жігіттерге қос сәлем. Әне, осында отырған сұлу да сымбатты біздің шәкәрім мектебінің көркіне көріп, әдемілігіне әдемілік беріп жүрген қыздарға 5 сәлем. 2, 3, 4, әрқайсысы әртүрлі болып кетті. 5. Ой, болды. Не деген сәлем. Сәлемді өлтірдіңіз басқа болса. Енді осы жерде көп балалы аналарға тілекті бастайықшы. Көп балалы аналарға, Құдай қаласа, сол кісілердің жолын берсін қалғандарына. Көп балалы ана кім? Алтау өзі паталады. Алтау. Құрметті, бүгінгі 20 жылдықтары құтты болсын. Отбасыларына амандық, бақыт, денсаулық тілеймін. Өсіріп отырған ұл-қыздарының қызығын, жемісін көре беріңдер. Тек сыйластық болсын, сіз біздесіп, күліп, ойнап, кездесіп жүре беріңдер. Келіңіздер арбай, тілек жолға 6 бала. Не дейміз? Бүгінгі 20 жылдықтарыңыз құтты болсын. Мінекей, осы балдарымыздың арқасында сіздермен таныс отырмыз. Құдай қаласа, сіз біздіктеріңіз әрқашанда үзілмесін, дендеріңіз сау болсын, ең бастысы, еліміз тыныш, жұртымыз аман болсын, бала-шағаларымыз аман болсын. Тек бақыт тілеймін барлығыңызға. Ай, рахмет. Келіңіздер, тағы да тілек білдірем деушілер. Енді бір 4-5 кім бар? Саламатсыздар ма? 20 жылдықтарыңыз құтты болсын. Осылай сіз біздіктеріңіз жоғалмай үлкен тойханаларда кездесе берейік. Сіздерге рахмет, осылай құрметтеп келіп отырғандарыңызға. Бақыт тілеймін бәріңізге. Келіңіздер, тағы да тілек білдірем деушілер. Енді бір 3-2 бәрін кімесе, кішеріңіз. Бүгінгі кездесуге барша үлкен-кіші ұстаздар, қадірлі құрметті ұстаздар келгендеріңізге, осы оқушыларыңыздың еңбегін бағалап келгендеріңізге сіздерге мындай бір алғыс. Керемет шәкірт тәрбиелегенсіздер. Біздің ниет өйстіп жарқырап жүргеніміз сіздердің балдарыңыздың арқасы. Сіздерге үлкен рахмет. 20 жыл құтты болсын. Келесі 30 жылдық 40 жылдықта бас осып жүруді Алла нәсіп етсін. Рахмет, тілек қабыл болсын. Тағы да бар ма? Тілек білдіремін деушілер. Қосыламыз ба, қалған жоқ көрген жоқ ба? Енді бір ұстаздарымызды ортаға алып бір естелікке сөйлеп өтсек, сынып жетекшілер ортаға келіңіздер. Келейік, сіздермен әдем бір естелікке сөйлеп өтсек, одан кейін ортада әдем бір би болады. Сынып жетекшілер келсін деп сынып жетекшілер. Ой, рахмет. Жаңа көрінді ма ол? Көрінді ма? Шотал беретін болды. Енді бір естелік әдемлер түсіріп алып, кел. Жақын тұрайық, жақын тұрыңыздар. Оқытқан, мәне, алтын афайларымызды ортаға алып шығып әдемлеп билесеңіздер болады. Сіздердің құрметтеріңізге әдемі би, көтеріңкі, көңіл күй. Баршаңыз биге шақырайық.
келіп отырған достарыңыз, класстастарыңыз бар екен осында. Алматыдан, Қызылордадан, Астана, тағы жерден келгендер бар. Сол кісілерден бір ауыз тілекті бастайық. Бүгінгі мерейлі мерекелеріңіз 20 жылдықтарыңыз құтты болсын. Алла тағала 40 жылдықта, 50 жылдықта бас қосуды нәсіп етсін сіздерге. Келіңіздер, қайсыңыздар? Ассалаумағалейкум, ұстаздар, құрдастар, бауырлар, ағайын туып. Бүгінгі ұстаздарға көптен көп рахмет. Осылай бізді тәрбиелеп, қызды қияға, қолды ұяға қондырып, сіздерге Алла тағала ұзақ өмір берсін. Балдарыңды, немерелерін, шөберлерін, қызықтарын көріңіздер, денсаулықтарың мықты болсын. Алла нәсіп етсе, 30 жылдық, 40 жылдық, 50 жылдықте бізге куәгер ете беріңіздер. Соған қуаныштымын. Ал енді құрдастарым, достарым, мен біріншіден қуаныштымын. Мен өмірдің тағдыры Қызылорда облысынан келіп, Алла тағала осыларды, достарымды тауып беріп, қайтадан үйіме қайтарып тұр. Сөйтіп 20 жылдан кейін достарымды бір ойладым, жалпы ойымда бар, бірақ тапқан кезде ерекше қуаныш болды. Бүгінгі 20 жылдығымыз құтты болсын, денсаулықтарымыз мықты болсын, әр отбасыға денсаулық, бақыт, ғұмыр, өмірлі шүбірлі болып, әрдайым осылай бір-біріміздің қуанышымызға куәгер болып жүре берейік. Ата-анамыз аман болсын, еліміз тыныш болсын. Енді өмірдің ағымы ғой бәрімізді 20 жыл ғұмырымыз шу өтіп байқамай кеп қапты. Біреулеріміздің шашымыз қалыңдап кетсе, біреулердің шашымыз түсіп қапты. Уақытта айтып отырмын да енді. Бала шағымызды денсаулықтарыңыз мықты болсын. Алла нәсіп етсе, ғұмырымыз ұзақ болып, 30 жыл, 40 жыл, 50 жыл әрдайым той-дума, тұсаукесер, үйлену той, ұлды ұяға отырғызған той, қызды қияға отырғызған тойда куәгер болып, бір-бірімізге атсалысып жүре берейік. Бір ауыздан бір жүрегіміз мықты болсын. Денсаулықтарыңыз мықты болсын. 12 мүшесі аманда Абдумаликте қойып жүре берейік. Келіңіздер тағы әрмен қарай тілек жалғайық. Қайырлы кеш, құрметті қонақтар, ұстаздар. Өте қуаныштымыз. Осында сіздерді сонша 20 жылдан көріп отырғанымызға рахмет сіздерге. Осында уақыттарыңызды бөліп, сонау Алматыдан, Астан осындай қатысып отырғандарыңызға рахмет сіздерге. Оқыттыңыздар, үйреттіңіздер. Дән ризамыз сіздерге. Әрқашан аман болыңыздар. Және де класстас жігіттерге, қыздарға рахмет. Осында бас қосуға жиналып отырған. Қайда жүрсеңіздер де әйтеуір осындай достығымыз арта берсін. Тек қана осындай жақсы күндерде бас қоса берейік. Рахмет осында ұйымдастырып жатқан жігіттерге, А-класы, Б-класы деп бөлместен бәрін басын қосып жүрген жігіттерге рахмет. Ұйымдастырушы жігіттерге. Қайда жүрсек те осындай ауызбіршілігіміз бір болсын. Тек қана жақсы күндер жолы. Рахмет. Келіңіздер тағы да әрмен қарай тілек білдірейік. Ассалаумағалейкум. Бірінші қуаныштым, мен өзім құрдастарымды көріп, бір жыл осы 6-шы классқа шейін оқығам мына жерде, өзім ұстаздарымды көріп, сіздерге рахмет. Осы алтындай уақыттарыңызды бөліп, біздің осындай мерекемізге келіп тұрғандарыңызға. Мен фамилиям Омархан Мұхидин. Көп мұғалімдер танымайтын шығар, бірақ мен өзім танып отырмын, есіме түсіп отырмын, бәрін сіздер көргендеріңе қуаныштымын. Өзім бірге оқыған қыздарға есіме түсіп отырмын. Екінші мына жерде атсалысып осы мерекеге уақыттарын бөліп, жігіттер осында ұйымдастырып жатқанына рахмет. Рахмет айтамын бәріне. Әрдайым жақсылықта, 30 жылдықта, 40 жылдық, 50 жылдық демей, төрт көзіміз түгел болып, Құдай қаласа жақсылықта жиналайық. Рахмет сіздерге. Келіңіздер тағы жігіттер. Өзіммен қуаныштымын, ақпайдан ұстаздар. Бір айдан тілегім,
не десе мені о десін дейді, мейлі пендем дейді, түнеге мұнан шырылдап келген дейді. Көрген жоқпын жалған фани жеткенін, аяулы менің, ардақты менің апайларым, ұстаздарым аман болса екен, тілегім сол. Енді осы жерде Жандос ағайым сөйлесін, жәке келіңіз. Мереке құтты болсын. Құрметті қонақтар, қош келіпсіздер. Алдымен апайлар келгендеріңізге үлкен рахмет. Осында дастархан жайып отырғанымыз. Бар осы ұйымдастырушы малдар жігіттер. Рахмет сендерге. Ады жүйе бәрі. Одан кейін қыздар. Осы қыздарды өзім үйіне барып бір күнде жинап шықтым бәрі. Телефонымнан жиналып шықтым бәрі. Рахмет қыздар, сыйлап отқандарыңа. Әсіресе гүл Астанаға келіп отырсыңыз. Бәріңе рахмет айтамын. Келіп отқан ағайларымызға, Дастан ағай, Ори ағай, сіздерге үлкен рахмет бізді сыйлап келіп отқандарыңызға. Дастарханымыз әрдайым сіздерге ашық, Құдай қаласа 30 жыл, 40 жылдан кездесу бәрімізге нәсіп етсін. Төрт көзіміз түгел болсын. Бұл кісі қыздар деп қалды десем, келіншек бәрі рақатта тұрып, осыдан кейін олар енді. Тағы бар ма, тілек білдіремін де жігіттер. Енді ұйымдастырушы балдар бар, келіңіз. Рахмет апайлар мен құрметті қонақтар келгендеріңізге. Сіздерді көріп бізді қанша жыл болды апайларды көрмегенге. Рахмет. Қыздарға рахмет. Сол күйі халықсыздар енді. Рахмет. Ұйымдастырушы балдарға рахмет. Осылай жиналып осылай үлкен жиын жасап отқанына. Қуаныштымын сіздерді көргеніңізге. Үстіп әрдайым жинап осылай жақсы жиналып. Қайрат бауырым шашы түскен бас. Рахмет үлкен. Құрметті ұстаздар, құрметті сыныптастарым, өте ризамыз. Бүгін міне балалық шаққа, жазық шаққа қайта оралғандаймыз. Бір мектепте жүргендей әсер алдық. Өте қуаныштымыз. Осындай қуанышты күндеріміз көп болсын. Дендеріңіз сау болсын, өмір жастарыңыз ұзақ болсын. Ешқашан шаршамаңыздар. Сенде бір кірпіш дүниеге кетігін таптап арқалан дейді. Мынау шүкір 20 жылда әрқайсысы бір үйдің кірпішіндей болып қаланып, әрқайсысы өз орнын тапты. Әрқайсысы бір жұмыстың, жанұяның иелері. Өте ризамын. Осылай бас қосқанымызға аман есен. Осындай қуанышты күндеріміз көп болсын. 30 жылдық, 40 жылдық, 50 жылдықта бұйырса аман есен жолға берейік. Сіздерге тек қана жақсылық тілеймін, тек қана жақсылықтарда кездесуді нәсіп етсін. Рахмет, әдемі тілек болды. Енді осы жерде ұйымдастырушы жігіттер, сізбен біздің басымызды осындай кең дастарханның астында жайып отырған Бәкеңді ортаға шақырайын. Білем қобырдым. Бір шықпайға тиіп кеткен. Бәкең бар, Елекең бар осы жерде. Ерекейлең. Осы жерде Алматыдан келген Жорабек ағам бар екен ғой, Жәкең бір ауыз сөйлеген тыңдайық та, Жәкең қайда? Жорабек аға, мереке құтты болсын. Ассалаумағалейкум, рахматуллахи ва баракатух. Апайларға рахмет, алтын балдарды алтын қиғанға. Бұл да оңай емес, алтын балдарды алтын қылу. Сәл басқаша отырмыз. Қыздарға да рахмет. Қыздар өте әдемі болып кетсіңдер. Өте әдемі. Керемет көздеріңіз. Балдарға да айтамыз, балдарда красавчик болып кетсіңдер. Барлығыңызға рахмет. Дегендеріңізге. Қыздарға да рахмет. Ермахан мен Бауыржанға рахмет. Балдар шақырып телефонға. Сол, барлығыңызға рахмет. Рахмет, енді ұйымдастырушы жігіттерге бір қол соғып қояйық. Біздің Ордалы оңтүстікке Саялы Сарыағаштың дамуына, өркендеуіне өзіндік бір үлесін қосып жүрген азаматтардың бірлері екеуі де. Енді барлықтарыңыз қандай жұмыс жасайтындарыңыз білмеймін. Енді бұл осы екі кісі өзі азымнан кешке дейін маған хабарласып қайта Марат қалай болады, не болады, қалай шығамыз, дастарханға не қой. Соның бәрін кәдімгі менен сұрады. Келіншегім емес, мен екінші келіншегі сияқты болып кеттім бұл жерде. Енді осы мерекелеріңіз құтты болсын, Құдай қаласа. Енді иықтарыңыздан ауыр жүк түсуге шақ қалды. Қазір енді барлығы тарағаннан кейін ауыр жүк түсіп, әдемі бір екеуіміз жеңілдеп, екеуі ішіп кетпесе ол өзді. Бір алға қарай шығайық, келіңіздер, бәке, ордаға қарай шығайық. Абыройлы азаматтар ғой екеуі де.
Сарыағашта жаяу адам жатып барайды, атты адам атынан түсіп сәлем беретін жігіттер, соған лайық жігіттер бұл кісілер. Қол соғып қойыңыздар. Бәке, 20 жыл құтты болсын. Құрметті көпшілік тойшы қауым, бүгінде біздің 85-ші жылғы шәкәрім мектебінің 2002 жылғы түлектерінің дастархан жайып шақырғанына қош келдіңіздер. Алғысымыз шексіз. Бұндай дәрежеде өткізу мен өз басым сәл толқып жүрмін. Ұйымдастырған кезде кейбір проблемалар болады, кейбір ақылдасамыз, қалай болады екен, уайым болады. Көңілім сәл орнына түскендей болды. Себебі ең бастысы 20 жыл бізді алтын ұядан ұшырып шығарған мұғалімдерімізді көрдік. Бір қатты қуандық. Балалық шаққа бір оралдық. Бәрі еске түсті. Біз бірінші, екінші ата-анамыздар сіздер біздің. Өмірде қандай жетістікке жетсек те, сіздердің арқаларыңыз, сіздердің берген тәрбиелеріңіздің біздің жеміс деп ойлаймын. Сіздерге барлықтарыңызға ең бастысы Шатбай Маңына, Тұрсынай апай, Берек апай, Бибажар апай, Тамар апай, Дастан апай, Гүлнар апай, әсіресе сіз ең бірінші мектеп табалдырығын аттаған кезде бірінші күтіп алған біздің мұғаліміміз, ұстазымыз алғашқы Гүлнар апай еді. Көп сіздерге рахмет. Барлықтарыңыздың айтқандарыңыз, бізге берген сабақтарыңыз ұмытпаймыз. Тәрбиелеріңізді ұмытпаймыз. Жүрегіміздің түбінде жатыр, ешқашан ұмытпаймыз. Ең бастысы сіздер аман сау жүріңіздер. Сіздерден әлде де біз үйренетініміз көп. Сіздердің айтқандарыңызды ешқашан ұмытпаймыз. Сіздерге көп рахмет. Кішігірім кеткен кемшіліктер болса, бүгінгі осы жиында кешіріп қойыңыздар. Азда болса да көптей көріңіздер. Барынша әрекет жасап тырыстық. Рахмет. Қыздар, келіншектер, 85 жылғы осы біздің шәкәрім мектебінің ұлдары, осы Ермахан екеуміз бастап, осы қалай болады деген кезде бізді қолдап, қолпаштап, қуаттап, барлығы осы оқиғадан келді. Мынау бүгінгі отырыс соның жемісі. Барлықтарына шексіз үлкен рахмет етемін. Молодец. Барлығы бүйтіп қарағанда өте қарапайым жігіттер, бірақ барлығы отбасын ойлайтын, ең бірінші, елін ойлайтын, сондай азаматтар, ризамын. Кейбіреулер әзілдесіп, бәрін бір қалыпты көрінесіңдер дейді да, сиыр жыл туылғаннан кейін сиырға ұқсайсыңдар дейді да. Негізі ондай емес. Ол бастысы біздің байсалдылығымыз, сабырлығымыз, сіздердің берген білімдеріңіз, тәрбиелеріңіздің арқасы деп ойлаймын. Тағы да алғысым шексіз деп айтқым. Барлықтарыңызға рахмет көп. Қол шапалақ. Бір нәрсені ерекше атап өткім келеді. Екеуміз А класының, Б класының оқушыларымыздан екеуміз ұйымдастырдық. Ұйымдастырғанда мен онша ұйымдастыру нелеріне онша қатысамын, көп жүрді. Ермахан басынан бастап жүрді. Еңбегі действительно еленеді. Өзінің жұмыстарын шетке сырт қойып, бұған үлкен бір шабан, немесе бір көлік мінгізуге лайықты да, нағыз осы жігіттердің ішіндегі лидер болуға дайын жігіт екен. Мынау той сол сынақтан өткізді бұны. Ереке саған өзім жеке атынан, осынша балалардың атынан алғысымды айтамын. Шексіз рахмет сізге. Құрметті ұстаздар, осы бізді көптен күткен бүгінгі қуанышымызға серік болғандарыңызға көп рахмет. Келгендеріңіз үшін көп алғыс сіздерге. Бүгінгі қуанышымызбен бөлісіп жатқандарыңызға рахмет көптен көп. Ал енді құрметті жолдастар, жора жолдастар, сыныптастар, бізді қолдап әрдайым. Мына бүгінгі шараға дейін Ермахан алға деп маған шабыт бергендеріңіз үшін рахмет. Көргендеріңіз үшін сіздердің арқаларыңыздан бүгінгі барша осында қыздар, осында абайлар жүздесіп отыр. Бұл тарихи сәт, сондықтан барлықтарыңызға алғыс. Ал құрметті біздің қыз келіншектер және бізбен бірге 11 жыл бірге оқыған сыныптас қыздар, сіздерге рахмет. Осында келгендеріңізге, біздің осындай іс-шарамызға қонақ болғандарыңызға. Қыз деген әрдайым қонақ дейміз. Сондықтан отбасыларыңызға әрдайым жақсылық,
дендеріне саулық, балаларыңыздың рахатын көріңіздер. Рахмет сіздерге. Рахмет барлықтарыңызға. Рахмет береге құтты болсын. Аяқ қойды. Өлең салады, махаббат деген. Енді барлығымыз жақын тұрайық, жігіттер болып естелікке суретке түсіп алайық. Одан кейін сіздерге деген арнайы сыйақатымыз бар, сол сыйақатты табыстаймыз. Суретке түсіп алайық, бірінші кеше асықпайық. Ауыл бөлек, бауырларсыз жүгінде ауыр деме, әр ауырдың амандығын тілейік, өмірге әр адамға кластас керек. Рахмет. Тұрайық, кетіп қалды. Бейпан. Вакцина салдырымда ақсы. Вакцинаны кейін ұстар ма? Енді, осыдағы жалпы достар, сіздердің құрметтеріңізге арнайы сіздер үшін алдырылған сыйақаттарымыз бар. Сол сыйақаттарды табыстайық. Рахмет. Ақыры бәріне ағана кейін тамадаға да бірдің аласам осындай. Енді тоқтамай би болады қазір. Тәде кезеңші, естінші болды, тәде кезің. Тәде мама де? Келіншектер. Алдыңыз ба тәде? Аман темекшен берді. Кезіңші. Суретке. Қуанған сәттерде достарды жинағын, істесе басыңнан, досыңнан жасырма. Қабен ұстарға тілек айтқан жігіттердің құрметіне, тілек айтқан қыздар, келіншектер, күйеу балдардың құрметіне, осыдан ұстаздардың құрметіне тоқтамай би болсын. Таң атқанша, құм батқанша, қорғанадан құм шыққанша би.
Just don't